Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді мақ қосылған пирогтың жасалу жолын ұсынамын. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін пирогты сіз де жасап көріңіз. Арасы толықтай піседі, жұп-жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен мактың үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасына 20 минутқа қалдырамыз. Сонан соң ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Қантты саламыз. Жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да пирогтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Ертілген сармайды құямыз. Араластырамыз. Пирогқа қолданатын жұмыртқаны алдын ала тоңазытқыштан шығарып қоямыз. Енді ұнға қопсытқышты саламыз. Араластырамыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Ұнның барлығын сұйық массаға саламыз. Бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Сонан соң дайын тұрған макты саламыз. Мактың артық суын алып тастаймыз, пайдаланбаймыз. Жақсылап араластырамыз. Осымен қамырымыз дайын. Дайын тұрған қамырды формаға құямыз. Мендегі форманың диаметрі 20 см. Қамырдың бетін тегістейміз. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте дәмді мақ қосылған пирогымыз дайын. Пирогты толықтай суытып барып кесеміз. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін пирогты сіз де жасап көріңіз. Арасы толықтай піседі, жұп-жұмсақ болып шығады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.